Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 4-1 сабақтың А тобына байланысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз. Олай болса, ең алдымен 765-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Мынандай санды теңдіктер берілген. Біз біреуін ғана жаздық мысал ретінде қарастыру үшін. Сіздерде 4 теңдік берілген. Осы санды теңдіктердің екі жақ бөлігіне де 1,3, минус 1,8 және минус 11 сандарын қосып жазуымыз қажет. Бірнешесін мысал ретінде қарастырамыз деп айттым. Мысал үшін бірінші есеп. Демек, бірінші есепте біз ең алдымен екі жақ бөлігіне де 1,3 санын қосып жазып көрейік. Мысал үшін оң жақ бөлігі 7,2 қосылған 1,8 деген өрнек берілген. Енді оған қосамыз 1,3-ті. Тең сол жақ бөлігіне де 1,3-ті қосып жазамыз. Енді тура санды теңдік шыққанын тексеріп көру үшін қосып көруге болады. 7,2-ге 1,8 қоссақ 9 болады. Оған 1,3-ті қоссақ 10,3 шығады сол жақ бөлігінен. Оң жақ бөлігінен де 9-ды 1,3-ге қоссақ, онда 10,3 деген сандар шығады. Ал егер бұл жерде минус 1,8-ді қосып жазып көретін болсақ, мысал үшін 7,2 қосылған 1,8 және минус 1,8-ді қосу ретінде жазамыз. Минус 1,8 қосамыз, тең болады 9 қосылған минус 1,8. Енді жақшалар ашып жазатын болсақ, 7,2. Мына жерде 1,8-дің өзін жазайық. Енді бұл жерде жақшаны ашқан кезде, жақшаның сыртында плюс бар, жақшаның ішінде минус. Демек, минуспен ашылады. Мына жерде тура сондай, минуспен жақшаны ашып жазамыз. Мына жерде таңбалы қарама-қарсы сандар бір-біріне қосылып тұр. Сол себепті олар 0 болып кетеді. 7,2-ның өзі ғана қалады. Ал енді мына жақта қалған өрнекті жазып шығайық. 9 азайтылған 1,8 деп. Бастапқы өрнектен айырмашылығы көріп отырған болсаңыздар, 1,8-ді таңбасын қарама-қарсы етіп, екінші жаққа өткіздік. Біз бұған байланысты анықтаманы тақырып түсіндіру барысында айтқан болатынбыз. Яғни қандай да бір өрнек таңбасын кері қарай басқа таңбамен теңдіктің екінші жағына өзгертсек, бізде тепе-теңдік сақталады деп. Бұл жерде тепе-теңдік сақталып тұр. Яғни 7,2-ні қосып 1,8-ді минус қылып өткізетін болсақ, 9-дан минус 1,8 азайтсақ 7,2 шығады. Демек, тепе-теңдік бұл жерде де сақталып тұр. Тура осылай минус 11-ді де қосып жазып көресіздер. Содан соң қалған тепе-теңдіктерді де осы қағиданы пайдаланып қосып шығыңыздар. Ал енді біз келесі, яғни 766-ші есепте қарастырамыз. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Тура санды теңдіктерді мүшелеп қосуды орындаңдар. Яғни бізде екі тура санды теңдіктер берілген, ал енді біз бұларды мүшелеп қосуымыз қажет. Мүшелеп қосу не екенін тақырып түсіндіру барысында айтқан болатынбыз. Тағы да есімізге түсіреміз. Мүшелеп қосу үшін сол жақтағы бөлікке сол жақтағы бөлігін қосамыз, ал оң жақта тұрған бөлігіне тепе-теңдіктің оң жақта тұрған бөліктерін қосамыз. Бізде сол жақта 7 бөлінген 1,4 тұр. Демек, 7 бөлінген 1,4 қосылған екінші тепе-теңдіктің сол жағындағы бөлігіне қосамыз. Яғни 0,6 көбейтілген 3-ке. Тең. Ал енді оң жақ бөліктерін қосып шығайық. Мына жақта оң жақ бөлігі 5-ке тең. Екінші тепе-теңдікте 1,8-ге тең. Мінекей, мүшелеп қосуды орындадық. Осымен қалдыруға болады, бірақ тексеріп те көруге болады. Тепе-теңдік дұрыс орындалып тұр ма, жоқ па деп. Мысал үшін, 7-ні 1,4-ке бөлетін болсақ, онда 5 шығады. Ал 0,6-ны 3-ке көбейтетін болсақ, онда 1,8 шығады. 5-ке 1,8-ді қосатын болсақ, 6,8 болады. Бізде тепе-теңдіктің сол жақ бөлігінде 6,8 шықты. Ал оң жақ бөлігінде де 5-ке 1,8 қоссақ, 6,8 шығады. Көріп отырсыздар, біз мүшелеп қосуды орындаған кезде шығатын өрнегімізде тепе-тең өрнек болады екен. Оны біз тақырып түсіндіру барысында айтып кеткен болатынбыз. Ал енді А тобына байланысты ең соңғы мысалымыз 767-ші жаттығу. Бұл жерде тура санды теңдіктің қасиетін пайдаланып, мынандай бір өрнек берілген тура санды теңдік. А минус 5-ке А 3-ке көбейтіп жазуымыз қажет. Яғни, тура санды теңдіктің қасиетін сіздер өте жақсы білесіздер. Тура санды теңдіктің екі жағында бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, тура санды теңдік шығатынын айтып кеткен болатынбыз. Ал енді соны тексеріп көрейік. Мысал үшін, ең алдымен бұл теңдіктің екі жағында минус 5-ке көбейтіп көрейік. Бізде сол жағында 1,2 көбейтілген минус 7 деген өрнек тұр. Ал енді біз бұны минус 5-ке көбейтеміз. Тура осылай теңдіктің екінші жағындары минус 5-ке көбейтіп жазайық. Яғни минус 8,4 көбейтілген минус 5. Мінекей,
Екі жағында -5-ке көбейтіп жазып алдық. Бұл жерде тура теңдік шығып тұрғанын тексеріп көрейік. 1/2-ні -5-ке көбейтетін болсақ, онда -6 болады. Ал -6-ны 7-ге көбейтіп жазатын болсақ, 42 деген сан шығады. Теңдіктің екінші бөлігінде де -8/4-ті -5-ке көбейтсек, онда ол жақтары 42 шығады. Мінекей осылайша біз теңдіктің негізгі қасиетін пайдаланып, яғни тепе-теңдіктің екі жағында бірдей санға көбейтіп немесе бөлсек, шығатын өрнекте тепе-теңдік болатынын дәлелдеп көрсеттік. Қалған есептерді тура осылай тепе-теңдіктің екі жағында бірдей санға көбейтіп немесе бөліп, жазып, толықтырып шығыңыздар.